Сәлеметсіздер ме? Достар, біздің каналымызға ұмытпай тіркеліп кетейікші. Тіркелу үшін подписация деген астындағы батырманы басамыз. Тіркеліп қолдау білдірушілерге алғысымызды айтамыз. Біздің арнамызға тіркеліп кеткендерге рахмет. Сөйлеу. Ауызша сөйлеу адамдардың бір-бірімен тікелей дыбыс арқылы қарым-қатынас жасауы болып есептеледі. Жазбаша сөйлеу арнаулы әдістер арқылы меңгеріледі. Жазу кезінде адам қатты зейін қойып, сөзін ойлап жазады. 8-ші бет 7-ші тапсырма. Ал 2-ші бағытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Сөйлеудің ауызша түрі іске асты. Тілімдедім сөз қандай мағына береді? Тілімдедім, кестім деген мағына береді. 8-ші бет, 8-ші жаттығу, жазбаша сөйлеу туралы айтылған мәтел. Жауабы: жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз. 8-ші бет, 9-ші жаттығу, өлеңдегі сөз қуаты, тіркесі қандай мағына беретінін анықта. Жауабы: сөз қуаты, сөздің күші деген мағынаны білдіреді. 8-ші бет, 10-шы жаттығу, Еркебай әжесіне: сіз қайда барасыз? деп сұрады. Әжесі: мектепке барамын деді. Жауабы: Еркебайдың өзгеруіне әжесінің мектепке өзінің орнына барам деген іс әрекеті. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, ұмытпай жазылып кетіңіздер. Егер ұмытпай тіркелген болсаңыздар, үлкен рахмет. Сау болыңыздар.